Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырып ликвидность деген тақырып. Ликвидность негізінде рынок ликвидностьтан ликвидностьқа дейін жүреді. Ликвидность дегеніміз ол в прямом смысле ақша. То есть біреулер мына жақта сататын ордер қояды, біреулер сатып алатын ордер қояды. Маркетмейкер сол ордерларға жібереді. То есть рынок ликвидностьтан ликвидностьқа дейін барады. Давайте оны былай түсіндірейік. Негізінде біздің Smart Money стратегиясынан бөлек технический анализ деген стратегия бар. Оны көбісі 95% трейдерлар қолданады, және де ол істемейтін стратегия негізінде. Олардың логикасы мынандай. Міне, бір зона бар. Қараңыздар, мынандай зона бар, иә. Осыған келді, бір рет тиді, көтеріліп кетті. Тиді, кішкене көтеріліп кетті. Тиді, көтеріліп кетті. И олар деген сделка аша бастайды. Аха, егерде мына жерге тиіп көтеріле беретін болса, онда тағы да көтеріледі ғой деген логикамен ашады, иә, сделка. Мына жақта стоп-лосстарын қойып қояды, мында тейк профиттарын қойып қояды. Баға не істейді? Маркетмейкер көреді, что бұлардың осы жерлерде стоп-лосстар жатқанын, ал маркетмейкер оны жинау керек қой. Сіздердің минусқа кіргізу арқылы ол да ақша табады да. Ол тұрады да бетіп сіздердің барлық ликвидностьтарыңызды жинап алады. Бүткіл ақшаларыңызды стоп-лосспен шығарып жібереді. То есть сіздер сделкаға ашып қойдыңыздар, мында стоп-лосс тұр, ал маркетмейкер просто стоп-лоссқа жинап алады, сіздердің минусқа кіргізіп ары қарай кете береді. Негізінде технический анализбен торговать ететін трейдерлар түсінеді, что олар лонг позиция ашады, оларды минусқа кіргізіп сделкаларын жауып тастайды стоп-лосспен, одан кейін үстіге кетіп қалады. Ол нормальный нәрсе негізінде. Көп адамдарда болады, бұл істемейтін стратегия негізінде. Өйткені мен байқадым, что Думан, Эрерғали, бір нәрсе дегендердің барлығы 600 мың, миллион теңгеге сол технический анализ істемейтін нәрсенің курсын сатады екен. Егер де түсінген болсаңыздар, ликвидность ол жаңағы айтқандай біздің ақша. Так, бізде ликвидностьтің основной точкаларын тауып берейік. Ликвидность деген бізде мынандай болады. Синглый точкаларда болады. Яғни, міне, осылай өсіп бара жатқан трендте, астыңғы жағында болады ликвидность, немесе құлап бара жатқан трендте осындай үстіңгі жағында болады. Жаңағы lower high және де higher low өткендегі сабақтан айтқан болатынбыз, иә. Тура сол жерлер негізінде ликвидность болады. И қараңыздар, сіздер айттыңыздар ғой өткенде маған сұрақ қойып, мирас ложный пробой болуы мүмкін ба деп. Иә, мүмкін. Былай ғой. Ликвидностьті біз деген ложный пробойдың себебі, былай ликвидностьті жинап, қайтадан үстіге кету деген возможность бар. Сол үшін де бұл бізде ликвидностьқа саналады. Higher low'лар мен восходящий трендте higher low и нисходящий трендте lower high. Мына жерде де тура солай, то есть деген ложный пробой болып, не, бұлай ликвидностьті жинайды и ары қарай кете береді астыға. Бұл нормально. То есть бұл жерде біз деген енді ақмақ емес, біз ложный пробой болды, давайте шорт позиция ашайық деп. Жоқ, біз деген до конца пробойды күтеміз, дұрыс сформироваться етіп, тренд ары қарай кеткенін, иә. Одан кейін бізде мынандай точкаларда болады, осындай екі вершиналарда болады. Это двойная вершина деп атайды и двойное дно деп аталады. То есть қараңыздар, бір рет келді, құлады, и осы жерден адамдар деген шорт позиция ашады ғой. То есть міне мына жерден тұрады да, адамдар шорт позиция ашады. Былай көрейік. Кейс қайда? Мына жерден шорт позиция ашады. Мына жерде ликвидностьтер жатады. Маркетмейкер келетте, бәрін жинайды, одан кейін қайтадан кетеді. Түсініңіздер ма? Осы жерлерде стоп-лосстар болады, ал қай жерде көп стоп-лосс, сол жерде маркетмейкер, яғни барады деген сөз ғой. То есть он охотник, маркетмейкер, и охотниктің артынан бізде жүреміз. Ал жертва ол кәдімгі обычный трейдерлар мен инвесторлар. Міне мына жерлерде тура солай. Яғни бізде стоп-лосстар міне мұнда жатады. Маркетмейкер тұрады да, жинап алады бәрін стоп-лоссын и қайтадан кетеді. Бұл бізде осылай аталады, яғни жаңа айтқанда свип ликвидности болуы мүмкін. Бірақ та әйтеуір ликвидности жинауға барады. Если осындай формациялар көретін болсаңыз, осылай екі рет двойное дно, немесе двойная вершина, немесе свип ликвидности осындай сенімгөй точкаларда, онда ол сол ликвидность деп аталады. Яғни сол жерге сіздер өздеріңіздің тейк профиттарыңызды қойып, баға сонда барады дегенде прогноз беруге болады. Үшінші, бізде технический анализдің трейдерлар түсінеді, ол трендовые линиялар. Яғни былай баға көтеріледі, бір рет тиіп, екі рет тиіп көтеріледі, и уже на жерде ликвидность пайда болады. Ритейл трейдерлардың логикасы ақмақ логика ғой. Олар бітеді ғой. Аха, егерде
Егер де мына жерге тип көтерілсе, онда тағы да көтеріледі деген сөз ғой. Олар мұнда стоп-лосстарын қойып қояды, мұнда лонг позиция ашады. Ал маркетмейкер тұрады да, беті бір жинайды да, қайтадан кете береді ары қарай. Түсініңіздер ма? Яғни бұның бәрі манипуляциялар. И мына жерде де оларда ликвидностьтар жатады, стоп-лосстар жатады. Маркетмейкер көреді, что мыналар шорт позиция ашады мына зонадан. И ол тұрады да просто бүйтіп келеді де жинап алады бәрін. Сөйтіп қайтадан кетеді. Бәрі минуста, маркетмейкер плюста. Ал егер маркетмейкер плюста болса, біз де плюстамыз. Ал егер де маркетмейкер всегда плюста, значит біз де всегда плюста боламыз. Алла қаласа. Егер де оны дұрыстап түсініп алсақ. И рейндж деген өткенде структура рынкадан өттік қой. Рейндж, то есть мұнда 3 рет тиді, мысалы, мұнда бірнеше рет тиді мына зонаға, и құлады. Мұнда бірнеше рет тиді, өсті. Сонда бізде маркетмейкер былай істейді. Кейде ложный пробойлар шығарады тоже. То есть бізде мына жердің бәрі ликвидность, мынау ликвидность, мынаның бәрі стоп-лосстар. Мұнда да стоп-лосстар, я. Маркетмейкер тұрады да, жаңағыдай свип ликвидностьті жасайды. Одан келеді мынаны жинап алады. То есть мынаның бәрі ликвидность, мынау полностью ликвидность. И сол ликвидностьті жинауға барады маркетмейкер. И мына осы без формация бізде жаттап алыңыздар. Без формация осының бәрі ликвидность. Яғни былай өскен кезде мына жерлерден ликвидность пайда болады. Былай құлаған кезде мынау ликвидность болады. Немесе былай істеген кезде мына жер ликвидность. Былай істегенде двойной, мынау ликвидность. Мынау да ликвидность. Мынау да ликвидность. Сосын мыналардың арасында тұрған мынау тоже ликвидность. Осы ликвидностьтің біздің основной түрлері, осын жаттап алсаңыздар, барлығы жақсы болады. Ликвидность бізге қашан керек? Ликвидность бізге take profitті қоюға керек, және order block таңдауға керек. Олны қазір разбирать етейік. Қай жерге take profit қойсақ болады? Бұл жерде мысалы біз былай разбирать етейік, мына сетапты. Яғни бізде мұнда order block бар. Мына order block. Одан тиіп біз астыға кетуіміз керек. Астыға кеткенде қай жерге біз take profit қоямыз, қай жерде біз ақшамызды фиксировать етеміз. Мен сіздерге былай айтайын. Мына жерден стоп-лоссты мұнда қоямыз. Ал мына ликвидностьқа дейін take profit қоямыз. То есть мына ликвидностьті жинап, мына order blockқа тиіп, мына ликвидность жинап деп. И ол шынымен де сондай болады, негізі үлкен вероятностьпен, то есть рынокта точно деген нәрсе жоқ. Вероятностьпен болады. Міне тиет. На ликвидностьқа барады. Соответственно, біздің take profitқа дейін барады да, біз прибыль аламыз. Немесе бізде мынандай жерде осындай позиция бар. Яғни бізде мұнда long позиция ашамыз. Мына take profitқа дейін қоямыз. Ал стоп-лоссты кішкене сделкада запаспен қоямыз, order блоктың артынан. Шынымен де былай болады. Ол құлайды, order блокқа тиеді, ликвидность жинауға барады. Міне. Осы формация. Осы ликвидностьті қай order блок таңдау керек, және де қай жерге take profit қою керек. Тағы да бір рет түсіндіре кетейін. Бізде order блокқа тиіп, мына ликвидностьті жинауға барады деген тұжырыммен қоямыз. Take profitті осында қоямыз. Осы жерде біздің take profit жатады. И шынымен де мынаға order блокқа тиеді, құлайды, take profitқа ликвидностьқа дейін барып, take profitқа тиеді. Немесе мұнда order блокқа тиіп, мына ликвидность жинауға барады деп қоямыз. Яғни мына жерге біздің take profitқа қоямыз. Шынымен де баға келеді, order блокқа тиеді, take profitқа тиіп, бізде прибыльға шығамыз. Тек қана бізде осындай ғана екі формация үшін ликвидность керек. Бірақ та ликвидность ең маңызды нәрселердің бірі. Оны түсінсеңіз, рыноктың логикасын түсінесіз. Қандай order блок таңдасақ болады? Яғни біз мына жерде графикке қарайтын болсақ, бізде бірінші order блок тұр, и екінші order блок тұр. И мына order блоктың үстінде ликвидность жатыр. Қай жерден таңдаймыз? Айтыңыздаршы. Бұл жерде бізде мынандай тактика бар. Егер де order блоктың үстінде имбаланс немесе ликвидность жататын болса, онда біз ол order блокты таңдамаймыз. Өйткені оны тесіп кетеді деген не бар? Тұжырым бар. Өйткені айттық қой, маркетмейкер ликвидностьқа барады, ал ликвидностьтің алдында ешқандай преграда көрмейді. Қатты туалетке барғысы келетін адам сияқты да. То есть преграда жоқ ол үшін. И біз бітеміз. Бізде мында ликвидность жатыр. Қазір қойып қояйық оны.
міне бізде мында ликвидность жатыр, бірақ та біз оны әлі жинамаймыз. Маркетмейкер былай жасайды. Біз қай жаққа дейін сделка ашсақ болады деген сөз ғой. Қай жерден бұл жерде біз бітеміз. Біз мына жерден шортқа сделка ашамыз. Яғни короткая позицияны мұнан аламыз, мұнда ордер блоктың үстіне қоямыз. Цель бізде мына жаққа дейін. Көрдіңіздер ма? Біз мына ликвидностьқа дейін цель қойдық. Мына ордер блокқа тиеді, құлайды. Неге мына ордер блокқа тиіп құлайды демейміз? Бұған да тиіп құлай салу мүмкін ғой? Мүмкін. Бірақ та бұның үстінде ликвидность жатқаннан кейін ликвидностьті жинап, мына ордер блоктан құлауға бізде шанс көбірек. Сол үшін де біз сөйтіп жасаймыз. Ал рынок не істейді? Маркетмейкердің ойы бойынша біз бітеміз. Мына ордер блокты тесіп өтеміз, ликвидностьті жинаймыз. Мына ордер блокқа келеміз де, мына ликвидностьті жинауға құлаймыз, короче. Құлаймыз. Болды. Мына ликвидность жиналды, мына ордер блоктан құладық. И мынандай сделка аламыз. Оңға 1 деген сделка, яғни сіз деген жоғалтсаңыз, стоп-лоссқа тиіп кетсе, сіз $100 жоғалтасыз, ал бірақ ақша тапсаңыз $1000 табатындай сделка болды мына. Осылай, яғни біз мына ордер блоктан дамадық, өйткені оның үстінде ликвидность болды, біз екінші ордер блоктан дадық, оның үстінде түк жоқ. И сол ордер блоктан шорт аштық мына ликвидностьқа дейін и прибыль алдық. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді свип ликвидности дегенді түсініп алайық. Свип ликвидности дегеніміз бұл жерде не? То есть свип ликвидности дегеніміз жаңа айтқандай, рынок бір рет тиді, қазір көрсетейін кеспен. Рынок бір рет тиді, 2 рет тиді, 3 рет тиді. И адамдар, ахмақ трейдерлар, то есть неумные деньги, глупые деньги, начинают открывать лонг позицию. То есть мынандай қойып да, баға осында келгенде лонг позицияларды ашылып кететіндей специально болады. И стоп-лосстарын мына жерге қойды, я мысалы мында қойды, стоп-лосс мында қойды. Мынаның бәрінде бір үлкен ақша жатыр да, минусқа кіргізіп қойған. И маркетмейкер просто осындай бір свеча шығады. Ол свеча, мына свеча ғой. Оның астында тені болады, тенімен астыға бір түсіп келеді де, мына ликвидностьтің бәрін жинап алады. То есть свип ликвидности дегеніміз ол мынандай ғой. Қараңыз, мынандай свеча бар ғой. Қызыл свеча, я мысалы. Мына жерде бізде стоп-лосстар жатыр. Міне стоп-лосс, я. Мына свеча тұрады да, астыға түсіп келеді, бәрін осылай жинап алады. Мына свип ликвидности деп аталады. То есть свеча төменге түседі де, и қайтадан көтеріліп кетеді. И сөйтіп мынандай тен шығады. Свечаның денесі, ал мынандай астындағы фитилектар ол тен. Мынау үстіндегі фитилек, оны тен деп атаймыз, мынау денесі. Мынау тен стоп-лосстарды жинап алғанда біз свип ликвидности деп атаймыз. Міне ол осылай көрінеді негізінде. Мына стоп-лосстардың бәрін осылай жинап алады. То есть бәрін минусқа кіргізеді, осындай бірақ манипуляция арқылы. Бұл свип ликвидности.